Ассалаумағалейкум көпшілік, сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге жағымды жаңалықты жеткізетін боламыз. Туыс туған дос жарандарыңызға таратып қойыңыздар. Шетелде тұрып жатқан қандастар және Қазақстан азаматтығын алмаған Қазақстанда тұрып жатқан қандастар бакалавр және аспиранттық оқуынан тегін білім ала алады. Ол үшін тапсыруға тиісті болған құжаттар төмендегідей. Бірінші, паспорты болуы. Екінші, алдыңғы білім деңгейі туралы дипломдары мен оқу нәтижесі. Бұнда оқу нәтижесі жақсы деген деңгейде болу керек. Сонымен бірге осы құжаттардың куәландырудан өткен аударма нұсқаларын тапсырады. Үшінші, өзінің оқу мақсаты туралы эссе, яғни мақаласы болуы керек. Төртінші, өтініш берушінің оқыған мектебі, яғни ұйымның ұсыныс хаты болуы, оның аудармасымен бірге болуы шарт. Бесінші, медициналық анықтамасы, яғни денсаулық жөніндегі анықтама болуы. Бұның ішінде наркология, психология қорытынды және рентгенге түскен нәтиже қағазы. Сондай-ақ шетелге шығып оқу үшін тапсыруға тиісті түрлі жұқпалы аурулар жоқ екендігі туралы анықтама болуы керек. Алтыншы, тапсырушының өтінімі болуы керек. Жетінші, Қазақстан жоғары оқу орындарының шақыртуы болуы. Бұл шақырту негізінен болса да болады, болмаса да болады. Енді тегін оқуға түсу үшін бұл құжаттарды тапсыратын уақыты 2022 жылы 30 наурыздан 30 маусымға дейін. Тапсыруға тиісті болған құжаттарды төменде көрсетілген интернет сайты арқылы жолдаймыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, осы интернет сайты арқылы құжаттарымызды осыған жолдап жібереміз. Енді бұдан толық ақпарат алу үшін төменде интернет сайтына кіріп көрсеңіздер де болады. Міне осы көрсетіліп тұрған интернет сайтына кіру арқылы толық ақпарат ала аласыздар. Сіздерге көп рахмет. Келесі көріскенше сау саламат болыңыздар.